26 күнгі таңғы зікірден кейін хабар жариялаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жыныстық ауытқушылықтар болады, 8 қуаттың теңдігі бұзылғандарда деген ақпарат келді. Шыбынның сезімталдығы бұрынғыдан гөрі төмендейді. Бұл адам жанымен байланысты болатын құбылыс. Асыра сілтеушілер сезімді көп тыңдайтындықтан тағдырларын тазарта алмайды деген ақпарат келді. Сосын радио элементімен байланысты сәулелер артады. Шамасы жер қойнауында радио түзіліп жатқандықтан оны өсіретін сәулелер кеңістікке де әсер бере бастайды. Сосын кешегі ақшам намазынан келген ақпарат Абылай хан ата көрінді. Таққа талас пен баққа талас қатар жүрер. Билеушілер таққа бола таусылады, аруаққа жалғанушылар баққа ұмтылыңдар деген үн келді. Сосын тағы бір елді мекенде дауыл болады, құрылыс қарқынды жүріп жатқан жерде болады шамасы. Сосын балшықта қозғалып жатқан нәрсе көрін, түсінген бұл көрсеткен адамның тамырының балшықтан жаратылуы және бүлкілдеп тұр екен тамыр. Сол тамырға жан біткен кезде жаратылыста сондай құбылыстар болатынын түсіндім. Осындай ақпарат. Енді ол мына бірінші мына тамыр дегеніміздің өзі, мына қазақта айтады, орысы тамыр дейді да. Неге айтады? Осының өзіне мән бар ғой. Қазақта айтады, о, мен тамырым деймін. Бала кезде көбесі да. Себебі неге? Ол тамыр арқылы байланысамыз. Сонда біз мына орысқа 62 тамыр дейді. 62 белгімен біз тамырмен жалғанып тұрамыз. Сондықтан сен орыспен жалғанып тұрсың ба, сен Қытаймен жалғанып, бір ел жамандамасын, бір әйел жамандамасын, мүмкін оның арқасынан. Сонда сенің тамырың, мысалы әрбір әйел бір-бірімен тамыр мына неғын кезде. Осы жер арқылы жалғанып тұрады да. Сондықтан осының Құранда осылай неғын. Сосын сонан кейінгі мынау қазіргі енді Алла тағаланың осында қойып сезімдегі әсер етіп жатыр. Сезімді әсер ететін қазір сезімнің барлық ібіліс соны сезімге байлап болды. Бүкіл білімдер сезімге байланып тұр. Сенің ақының, жазушының қазір тіптен мынау енді сезімді тазартатын дін мазхабтың өзі кешегі ата жолын соттағанда біздің діни сезімімізді қорлады деді. Яғни біздің біліміміздің бәрі сезім деп тұр ғой. Соны қазір мынау заңды әке қылып кәдімгі ел билік соны әлі кезге дейін осын әрі соны не қылады. Соны мақтанып отыр біз сонда. Біз түркі әлемін соттадық деген ертең осының бәрін айтады. Қазақтың ғана билігі, Тоқаевтың билігі түркі әлемін соттап, бүкіл түркіге емес әлемге осы қаққан құрған билік болып табылады неге. Міне қазір сезім деген. Сондықтан кімнің сезімі, дәм сезімі бәрі ажыратқан, ол ана іштегі анау ақпараттардан ажырап жатқан теріс ақпарат. Болмаса ажырамайды. Міне құдайсыз қорайсынбайды деген. Біз қанша уағызда, насихатта пірттен жылап жолында жат, сен қызың, балаң бәрі айналған кезде ол білімнен ажырамайды да. Сен балаң өзің ақыл айтады қазір мынауың көріп. Міне енді осы сезім арқылы осылай Алла тағала ажыратып алды. Бұл да үлкен бір дәреже. Бұл халыққа берген айтқан нығмет Алланың. Осыдан ақ енді жұрт рухани ояна бастайды. Білім лаулап жанған от. Дұрыс пайдаланбасаң, жоюшы қызмет атқарады. Маңдай қан тамыры тілге әсер береді. Сөз, ойлау, есту, көру бәрін іздеп түсті. Маңдайды жауып жүру керек. Мұрын қуысына дем түсті. Сосын мынандай көрініс болды. Аспанда көк шеңбер, ерекше аспан көк болды, бірақ та тағы да үстінен көк шеңбер айырмашылығы болып тұрды, пайда болды. Оң жақта бүркіт, құс екен деймін, тұмсығына киізілген. Сонда мына жерде сөйлеуге қазір мынау ақпарат беруге сол бір кедергі болып тұр. Сол құс ұшуға ұмтылып тұр, сермеп. Енді қазір мынау күреске шыққандарды Сәкен Сейфуллин, Ыбырай Алтынсарин, Мұқағали аталар келіп көріністе көрінді, қолдауға шығады деп түсті. Мына көрдің бе, енді қазір Алла тағаланың бұл үлкен бір жаңағы хикметі біз оны түсіне білмейміз, бірақ айналып келгенде мына сезім деген қарасаң ана малдарға бірінші әуелі жәндіктен сөйтеді да осы 6 неден өтеді сезім. Сол мына сезім от дейді. Мына малдарды қарайды мынау жаңа жайылымға барған қазақты оттап келді дейді ғой. Оттап келді дегеннен сонда енді сезімнен кейін бұлай сол адамға жақын, ол сиыр,
Сосын мына орыстарда ана бірін ана көмес әйелдерді сиырға теңейтін сезім, ана сезім. Сонда көрдің ана білімнің өзі сол от, яғни айтып тұр, білім деген сезімнен пайда болады деп тұр, оны ашық айтып тұр. Сонда қазір біздің абайламасақ, мына осы сол кезінде айтып кеткен аталарымыздың қазір есімі бір тілің от, бір тілің су, абайламай діліңді бұзып алма адам деген. Қазір білімді көбірек ала берсең, ділің бұзылады деп отыр да, сезімге айналып кетеді. Ал бір тілің су деген сөз, суда сезім емес ол. Суда ол ана жандық қуат, ол судағы ол ілім болады. Ілім сумен байланысты. Сондықтан Алланың сөзі таусылмайды. Оған дейді 7 теңіз қосылып қалса да, ағаштың бәрі қалам болып жасаса да Алланың сөзі таусылмайды. Раббының сөзі таусылмайды. Оған 2 теңіз деген көрдің ба? Осы сұрақтарды ол да әлі шешілмеген Құран аяттарымен. Осылай не болып тұр. Сонда Алланың сөзі мына біздің ол судан алып баянсыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Көрініс болды, қалың тоғай ағаш көрінді, сосын арабша таңбалар көрінді. Содан кейін бір нұр шықты жарқырап. Сосын Абылай хан ата келді, қаралықты орданы тазартты, нұрын шашты, батырлық күш қуат салды, ем шипа жүрді, белге, омыртқаға. Пенделерді басымы жеткізіңдер, құдықтың суы ем болады, аш қарында тілек тілеп ішсе ем болады дейді. Зікір салған сайын ем жақсы жүреді оның басында, атаның басында. Жер ұшық алсын, ағыл қолдап кетті ағыл келіп. Дұрыс, мұна ділдің тазаруы, мына күш қуат деген пайда болғанда адам күшіне деген барлық күштердің ең жоғары дәрежесіне ол барлық күштердің негізі ол от та емес, ол сөз. Алла тағала сол адамзатқа берген сөз. Бір сөзбенен әлемді бүлдіруге болады. Бір сөзбенен дүзеге кезінде ата-бабаның мінезінің ең күш қуат қазақ қалпында қазір сөз. Сондықтан күш қуат қосты, күш қуат деген ойлаймыз да, біз енді жоқ, ол сөз беріп жатыр да. Күш қуат деген, осыны ескеріңдер, біз сөз алып алдық. Бірақ сол сөзді пайдалануымыз керек. Сол сөзді біз қатесіз сөйлеу деген Абай атамыздың айтып кеткен. Қатесіз сөйлей білу, мінекей ең үлкен адамдықтың осы белгісі. Осыны қайта айтып, осы сұрақтарды қою керек. Ал қабыл болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қарашаның 24-ндегі зікірдегі ақпараттар мен көріністер. Жазық дала көрінді. Екіншісінде ол әппақ қарға айланды да, сол жерде Сәулепай екеуміз болдық. Сәулепайдың қолында да, менің қолымда да қалам мен дәптеріміз болды. Одан адамның миы көрінді. Зікірдің үні сол мидан сым сияқты жан жаққа тарап жатқаны көрінді. Көп аталар аспанда кілеммен ұшып жүрді. Ол кілемдер бір-біріне жеп арқылы жалғанып тұрды. Кілемнің үстінде үлкен немерем және екінші ұлым болды. Тағы аталар көрінді. Ол аталардың қолдарында ташбиқтар мен таяқтары болды. Одан кейінгі көріністе Шолпан апай көрінді. Ол кісі ортада отырды. Ұршық сияқты нәрсе Шолпан апайды айланып шеңбер сызды. Біраздан сол әлгі шеңбер әппақ қорған болып көтерілді. Одан кейінгі көріністе Шолпан апай қобыз ойнап отырды. Алатын сыйы бар деді де, аманат жүгі ауыр жүк деді. Одан 2 ірі қара мал көрінді. Бірі әппақ, екіншісі қызыл ақ дағы бар көрінді. Одан кейінгі көріністе пойыз жүйткіп келеді. Көктем кезінде жұпар иісі мүңкіп тұрды. Көкейге үн сөздері келді. Саябақта демалған бойға жиып күш қуат. Одан кейінгі көріністе қамшыгер Ержан көрінді. Ол ағашты жонып жатты. Ағаш шебері деген көкейге сөз салынды. Ескексіз қайық жүрмес. Ебін тауып жүзіп өт деген санаға тағы да сөз салынды. Одан кейін Ержан тағы көрінді. Таудың төбесінен жерге қарай су ағып жатты.
Бүгін қарашаның 24-і таңғы зікір. Ордаға бала би ята келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Азан шақырып қойған атын бимен бетеді. Әкеден 13 жасымда жетім қалып, жақсыларға еріп дауға түсе бастадым. 3 дауды қатарына шешкен соң бала би атандым. Жақсылармен табақтас болып сөз аңдыдым. Сөз менің асыраушым болды. Адам баласының қандай болмағы сөйлеген сөзден белгілі болады. Қолыңда дауды шешер айғағың жоқ. Екі жақ тартысып, барын салып жауласып келгенде ел сенің аузыңа қарайды. Бидің жаны мұрнының ұшында болып қылпылдайтын кезі осы кез. Даукестің қасқабағын бағасың, қимыл әрекетіне қарайсың. Ең бастысы оның көзі, көз сөйлеп тұрады, оны бабын тауып оқу керек. Аруағыңды шақырып, барынта жігеріңді салып, соңғы нүктені қоясың. Бұл оңай емес, ең бірінші әділ болып Аллаға жақ, тура сөйлеп аруаққа жақ. Сонда ғана бидің бет-беделі көтеріліп, дәрежесі асқақтай береді, деп кетті бала би ата. Бүгін қарашаның 25-і Қожа Ахмет Яссауи атаның ордасынан ақпарат. Бисмиллахиррахманиррахим. Қоңырауле келді, қаралық тазартып, сылып алып кетті. Ем көзге ем түсті бүгінгі зікірде. Табиғат қар мен жерді тазартты, ниеттерін түзеді, иманға көп адам келеді, саналары ашылып. Аналар тобы кеп домалақ ана, Гаухар-ана, Қарашана келді, қол өнерге қолдау салды. Халық қызығып үйренуге келеді. Сабыр мен білгендеріңді үйретсеңдер, сауабының артынан нұр үстіне нұр шашылады. Қожа Ахмет Яссауи қолдап беделдеріңді көтереді. Қабылсың. Бүгін шырақта Укашата белгісімен келді бірінші, сосын кейін Қожа Ахмет Яссауидан белгісі келді. Сосын ромбик көрінді, ромбиктің іші қара болды. Бірінен бірі ромбиктер шығып отырды, жаңағы қара ағарды. Сосын көрініс болды. Түйе үстінде күйме. Оның ішінде отырған ерлі жастар екен, екі жас. Маңайында атқа мінген салыпты қыздар мен ер ұлдар. Қыз жібектің киносындағыдай сондай көрініс көрдім. Содан кейін екі жұлдыз жанды. Жұлдыздан кейін Абылайхан ата салт атты көрінді. Үстінде қалың тоны бар екен. Ел билікке сынақ түседі деп келді, қаһарлы әруақ. Жылы орындарынан тұрып, елдің қамын жейтін деген үн келді. Әр қайсыны Алладан келетін сынағынан құтылам десе, сондай әрекет жасасын деп келді, халықтың қамын ойласын деп. Осы келген бүгін. Қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Қарашаның 25-індегі алынған ақпараттар мен көріністер. Жамбыл ата белгісімен елін менен жеріңе келіп жетті, бақ құсы, ақ шашуын шаша келді. Бағалай біл, әрбір дәнін тере біл. Серпілтіп әрбірінің ойларын тазалыққа бастатқан, шындалып биікке самға әрбірің. Сүйінбай ата белгісімен ағарып атқан танымен қолдау салды. Орта толсын ұрпақтар, қым қуыт заманның қинап бүгін өтпесін, талаптанып алға шық. Одан кейінгі көріністе қасқыр көрінді. Одан бір ана көрінді де, одан жан жаққа сын толқындар тарап жатты. Одан көкейге үн салды. Самарқанда Тәуке ханның көне жазбалары табылар деді. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бірінші көрген көріністе су, аппақ су, теңіз, жаңағы судың ортасында қара жолақ. Жаңағы қара жолақ жылжып отырып, теңіз бұлай қосылған сияқты, қара ақ теңіз бен қара теңіз. Соған дейін жеткен кезде, жаңағы жолағана қара теңізге жеткенде судың бәрі көкке айналып, сондай көріністе. Ерекше бір хикмет қой, яғни ол суға сондай көк қуатын келіп жатқаны.
Содан кейін көрген көрісі ұшақ жаңағы ұшып ұшты. Скат балыққа ұқсайды сонда. Жаңағы көкте ұшып жүр. Былай ойын көрсеткен сияқты сондай не. Сондай көріс болды. Содан кейін көрсетіп жатыр. Қар қалың түскен. Оған қайта қар еріп су айналып жатыр. Содан кейін көрсетті, үйдің шатырыменен жаңағы ірге бір жақ бұрышы құлап жатқаны. Мен ойлаймын, Қытай еліне деп, Қытайдың үйлеріне ұқсайды былай. Солтүстік Корея. Солтүстік Кореяда. Содан кейін Камчатканы көрсетеді. Камчаткада жаңағыдай ауа райы құбылмалы. Қар еріп, қайтадан аяз болып, жаңа көктайғақ мұзға айналып жатыр. Жаңағы Алланың несі шығар, құдірет шығар. Жаңағы мұзды да ойалмай жатыр. Ойалмайды жаңа. Сонда көрсетті. Осында бізде ауру пайдаланылсын, қалай да халықты осы деген не болу керек, ата жолына бұруға тырысу керек. Болмаса, міне осы Назарбаевтың қызыр қырын деген осы қаншама адамдар кеше Астананың өзінде 105 мәші көлік соғылды ма, енді бұдан да көбейе береді. Міне осы соғыс деген осы қаулы. Бүгін қарашаның 24-і кешкі зікір. Ордаға Асияна келді, жаулығымен ордан аластады, қаралық сылып түсірді. Адамзаттың ең жектұрыны, ең жауызы, Алланың да пайғамбардың да дұшпаны болған жанмен бірге бір шаңырақ астында өмір сүруге мәжбүр болдым. Раббым менің жүрегіме иман нұрын септі. Тарихта өз орнын ойып тұрып алған Мұса пайғамбардың тәрбиелеуші анасы болдым. Өзім өмірге ұрпақ әкелмесем де, Мұсадай Алланың сүйікті құлын мәпелегеніме сансыз шүкіршілік еттім. Оның пайғамбарлық қасиеттерімен атқарған ауыр да азапты күндерінде менің де атқарған үлесім бар. Алланы танып, Алланың құлы бола білсең, қай ғасырда, қай кезеңде өмір сүрсең де ұлы Раббы сені тастамайды. Қиыншылықта күш қуат береді. Жаның азапталып жатсаң да, Алланың махаббатын сезінгенде ауырсыну дегенді білмейде қаласың. Фирғауын мен әйел екеніме қарамастан қасық қағып жанымды көзіме көрсетіп азаптағанда, менің жүрегімдегі иманым ең жоғарғы иман шегіне жеткен еді. Мен риза болып, азапты күліп қарсы алдым. Фирғауын жеңілді, қарапайым әлсіз әйелден жеңілді, екі дүнияда жеңілді. Алланы сүй, басқасының бәрі бос нәрсе деп кетті Әсия анамыз.